Сәлем достар, мен сіздерге бүгін 2024 жылдағы су тасқыны туралы айтпақпын. Сондықтан сіздер осы топан су туралы білгілеріңіз келсе, менің каналыма жазылып, өздеріңізде де болып жатырған су тасқыны туралы комментарийлер жазып, пікірлеріңді жазып қалдыруларыңызға болады. 2024 жылдың көктемі біздің еліміз Қазақстан үшін аса ауыр кезең болып отыр. Себебі соңғы 30 жылда келмеген топан су келіп, еліміздің көптеген аймақтарын су басып, халықты әбігерге салды. Әсіресе Жайық өзеніне келіп жатқан топан су туралы халықтың арасында түрлі жалған ақпараттар менен атүсті пікірлер өте көп. Бұл жалған, дерексіз, дәйексіз ақпаратқа қарсы нақты, дәлелді, шынайы ақпаратты айтатын боламын. Сонымен топан су Жайыққа қайдан келіп жатыр? Жайық өзенінің өзі бастауын сонау Ресейдегі Европа мен Азияны бөліп жатқан Орал тауларынан алады. Жайық өзенінің бойында Ресейдің Челябі, Орынбор және Башқұртстан аймақтар жатыр. Ал Қазақстанда Жайық өзенінің жағасында Батыс Қазақстан менен Атырау облысы орналасқан. Жайықтың жалпы ұзындығы 2428 км, ал Қазақстан территориясындағы ұзындығы 1084 км құрайды. Ресей мемлекеті өз жерімен өтетін осы Жайықтың бойына су қоймасын салуды жоспарлады. Себебі су тіршілік көзі. Жайық суын өз елінің экономикасын, тіршілігін жандандыру үшін мол суды Қазақстанға жібермей, өз елінде үлкен қойма арқылы жинап алғысы келді. Бұл қойма 1949 жылы Орынбор облысының Жайыққа құятын Иреклей деген өзеннің бойында салынды. Бұл құрылыс 1957 жылы аяқталды. Яғни құрылыс 8 жылға созылды. 1958 жылдан бастап осы су қоймасына су жинай бастады. 1966 жылы бұл қойма суға толды. Яғни суды да олар 8 жыл жинады. 8 жыл жинап алған Иреклей су қоймасындағы судың негізгі мақсаты Орынбор облысын сумен қамтамасыз ету, экономиканы жандандыру және туризмді дамыту болды. Ресей мемлекеті бізге осы көктемде көп мөлшерде су жіберген уақытта халықтың арасында Ресей бізді сумен басып алайын деп жатыр деген жалған ақпараттар шықты. Ресей бізге Иреклей су қоймасын бізге су жіберу үшін салған жоқ. Иреклей су қоймасын өздерінің өндірісіне, өнеркәсібіне, ауыл шаруашылығына және күнделікті тіршілігіне су жіберу үшін салды. Ал неге су жіберді деген сұраққа келетін болсақ, олар мәжбүр болды. Себебі Ресейде биыл қар көп жауған және көктем ерте басталды да Иреклей су қоймасы көп мөлшерде суға толып кетті. Ол үлкен мөлшердегі суды Жайыққа ағызып жіберіп, өздерінің елін сақтап қалғысы келді. Бірақ Жайықтың көп мөлшердегі суды Жайық көтере алмады, сөйтіп арнасынан асып кетіп, өздерінің тіпті Орск және Орынбор қалаларында су алып кетті. Ал Қазақстанға келе жатқан топан су бұл осы мәжбүрлі түрден болды. Себебі Иреклейдегі су қоймасынан бұншама мол суды олар ұстап тұра алмайды, сондықтан олар Жайықтың арнасына ағызып жіберді. Бұны бір айдан бері жасалып жатыр, көп мөлшерде су ағызып жатыр. Ал жылда мысалы, тек қана көктемде азғантай ғана мөлшерде, көп мөлшерде су ағызатта, ол ұзақ уақытқа созылмай, жыл сайын бізге 15 метр текше метр куб секундына су ғана жібереді екен. Ал биыл өте көп мөлшерде су жіберді. Сондықтан біздің Жайықтың арнасынан су тасып, үлкен топан су бізге қауіп төндіруде. Мына кестеде биылғы Иреклей су қоймасынан Жайыққа жіберілген судың көлемін жазып қойдым. Екінші, халықтың үрейін туғызған дәйексіз ақпарат, бұл Атырау теңіз деңгейінен төмен орналасқан екен, сондықтан Каспий теңізінің астында қалып, Атырау қаласы су астында қалады деген үрейлі ақпарат тарады. Соның нәтижесінде Атырау халқының Маңғыстау, Алматы, Астана тағы басқа жерлерге үдере қашуына алып келді. Бұл да дұрыс ақпарат емес. Жалпы жер бедерінің биіктігі Балтық теңізінің жүйесіменен деңгейімен есептеледі. Мысалға, Атырау қаласы Балтық теңізі деңгейімен есептегенде теңіз деңгейінен кейбір жерлері 20, кейбіреулері 24, 26
метрге төмен болса, Каспий теңізінің өзі теңіз деңгейімен есептегенде, Балтық теңізі деңгейімен есептегенде минус 28 метр төмен. Сондықтан бұл ақпарат дұрыс емес. Бүгінде Ираклий су қоймасынан келетін су әлі де келіп жатыр. Оралдағы су деңгейі 860 сантиметрге жетті, ал Атыраудағы су деңгейі 425 сантиметрге жетті. Индерге, Махамбетке, Атырауға да сулар келіп жатыр. Осы келіп жатқан су келеді деген хабарды естісіменен әсіресе жаға бекіту жұмыстарына тұрғындар бірінші болып жетті. Одан кейін еріктілер, одан кейін әйелдер, одан кейін әкімшілік, кәсіпкерлер атсалысты. Сондай-ақ үкімет атсалысты. Осы үкімет келгеннен кейін төтенше жағдайлар министрлігі, ұлттық ұлан, солдаттар келді, техникалар келді. Соның нәтижесінде жаға бекіту жұмыстары қарқынды жүзеге асырылды. Қазірде жайықтағы жағалауларды бекіту жұмыстары түгелдей жасалып болды деп үміт күтіп отырмыз. Түйін: су тіршілік көзі, су байлық. Ираклий су қоймасында мысалы 40-тан астам балықтың түрлері бар екен. Алабұға, қара құйрық, аққайран, көксерке, жайын, сазан, шортан, тағы басқалар. Осы суменен бұл балықтар да біздің өзенге келеді, ырысымызды арттырады, және кенересі кепкен каналдарымыз, жайылымдарға су шығады. Бұл ауыл шаруашылығы үшін және халықтың шаруашылығы үшін өте қолайлы болар еді. Менің тілегім осы Ақжайықпен келетін суымыз қарт Каспийға, ешқандай елді мекенді, қалаларды су алмай, тікесінен барып, соған құйылса деген тілегіммен осы видеоны аяқтаймын. Сіздер менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуларыңызды сұраймын. Сау болыңыздар.